Дән мен нан ертегісі ертеде аспан шайдай ашық, жер көк майса шалғын кезеді. Бір күні диқан атай алақанындай жерге бір кішкентай алтын түсті дән екті. Жер ана, менің дәнімді бапта, балаларыма дәмді нан болсын. Деді диқан атай. Күн шықты, дәнге нұр шашты, жаңбыр жауды, дәнге су берді. Диқан атай оны аялап баптады. Күндер өтті, қараңдаршы деп қуанды диқан атай. Бидай өсіп, бас жарған сабағына дейін жетіп қалыпты. Желмен тербеліп, бидайлар толқып тұрды. Құстар ән айтып, дала шаттыққа бөленді. Арада уақыт өтті, алтын сары бидай пісті. Диқан атай комбайнмен орып, қамбаны толтырды. Сосын бидайлар диірменге апарылды. Диірмен дөңгелек айналып, үгіл бидайым, ақ ұн бол апақтай деп ән салды. Бидай ұнға айналды. Ұн наубайханаға барды. Онда наншы апа жылы пешке қамыр илеп, қуыр, қамырым тәтті болсын таба наным деді. Көп ұзамай ду-ду пештен иісі бұрқыраған жұмсақ нан шықты. Кішкентай балалар мәз болып, қандай керемет иіс, рахмет дән, рахмет диқан атай деп қуанды. Сол күннен бастап балалар нан жегенде бұл жай нан емес деп айтады. Бұл күннің нұры, жердің сыйы, адамның еңбегі.